Алматы облысында мемлекеттік аппараттың ашықтығын арттыру және жемқорлықтың алдын алу бағытында ауқымды реформалар іске асып жатыр. Жыл басынан бері мемлекеттік сатып алу порталына жасалған мониторинг нәтижесінде 32 миллион теңге бюджет қаражаты үнемделді. Бүгінге білім беру, денсаулық сақтау мен энергетика салаларындағы жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жұмыстары белсенді жүргізіліп жатыр. Бұдан бөлек құмар ойындарға тәуелділікпен күрес те күшейтілді. Мәселен, онлайн букмекерлік кеңселер арқылы бәстіккен 23 мемлекеттік қызметші лауазымнан босатылған. Мемлекет басшысы айқындаған заң мен тәртіп идеологиясы мен әділет Қазақстан тұжырымдамасы бүгінгі мемлекеттік саясаттың басты бағыты. Сонымен бірге агенттік төрағасы Дархан Жазықбай мемлекет қызметші адал азамат қағидатына сай болуға тиіс деген. Осыған сәйкес департамент сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытындағы жұмыстарға ерекше көңіл бөлуде. Біздің басты мақсат халық сеніміне ие болатын тиімді және мемлекет адам үшін қағидатына негізделген адамға бағдарланған сервистік мемлекет аппаратты қалыптастыру.